Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі емдеу және алдын алу шараларының жоспарын құру модулінің онлайн пәнінің тақырыбы анаплазмоз ауруын емдеу және алдын алу шаралары тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы анаплазмоз деген қандай ауру? Бұл қан паразитарлық аурулардың ішіне кіретін анаплазма туысына жататын риккетсия тобындағы суреттегі көрініске қарап отырсаңыз болады. Қан паразиттері қоздыратын анемиямен сипатталатын созылмалы ауру. Яғни бұл ауру қалай пайда болады? Мысалы, сиырлар жайылымға шыққаннан кейін кенелердің анаплазма қоздырғыштарын бойына өткізіп алып, сол кене жануарды шаққаннан кейін кененің сөлі арқылы жануардың организміне өте отырып, қанға тарап, қанның эритроцит торшаларын зақымдайтын қан паразитарлық аурулары. Жалпы бұл қан паразиттерін ірі қара малынан ең алғаш 1893 жылы Смит пен Килборн тапқан болатын. Қазір кезде бұл ауру еліміздің оңтүстік аймақтарында, әсіресе кеңе алқабы көп тараған шөлді ыстық аймақтарда жиі кездесетін аурулар. Малдың әр түлігінде анаплазмоз ауруын қоздыратын анаплазма түрлері өздерінің құрылымымен бір-біріне өте ұқсас келеді. Жалпы ауру малдың қаны қызыл түйіршіктерінің ішінде өмір сүреді. Бұл қан паразиттерін арнайы Романовский Гимза әдісімен боялған қан жағындысында анаплазмалардың эритроцит ішінде орналасқанын және де дөңгелек пішінді немесе нүкте тәріздес ұсақ микроорганизмдерді микроскопта қарағанда көре аламыз. Олар қара қошқыл немесе қызыл түске боялады, өзіне тән дене тұрқы бар, 0,2-1,2 микрометрді құрайды. Көпшілігінің пішіні басқа қан паразиттеріне қарап салыстыратын болсақ нүкте тәрізді болып келеді, ал кейбіреулерінде құйрықтары да бар. Бір эритроциттердің ішінде 1 немесе 8-ға жуық данасы болады. Сол себепті жануарлардың арасында анемия ауруын тудыратын бірден бір ауру. Аурудың эпизотологиялық деректеріне келетін болсақ, бұл көбінесе ТМД елдерінің аймақтарында және Орта Азия республикаларында, біздің елімізде көп жиі кездеседі. Әсіресе май айынан бастап пайда болып, кенелердің кезеңі басталатын кезеңдерден бастап жаз бойы байқалатын аурулар. Анаплазмоздың қоздырғышы көп жағдайда иксодалық кенелермен, ширкелермен, немесе масалармен, ұсақ масалармен, жалпы айтқанда трансмиссивті жолмен тасымалдайтын жәндіктер арқылы таралып отырады. Анаплазмоздың бір малдан басқа малдарға, яғни ол механикалық жолмен немесе хирургиялық саймандар арқылы стерилдемеген инъекция кезінде де жұғу жағдайлары кездескен. Аурудың негізгі жолы, жаңа айтып кеткеніміздей, трансмиссивті, яғни бір жануарды шағу арқылы қоздырғышты келесі бір жануарға қону нәтижесінде ауруды тасымалдап жүреді, ұшып қонып. Анаплазмоз жазғы және күзгі маусымдарда жиі кездеседі, яғни кененің күнелтетін аймақтарында. Жергілікті мал жалпы ауруға төзімді келеді, ал әсіресе сырт жақтан әкелінген малдар бұл ауруға бейім болып келеді. Ауруды таратушы иксодит, яғни жайылым кенелері, сонымен қатар сона немесе шағатын шыбындар, масалар да осы анаплазмоз аурудың таратушы көздері болып табылады. Енді қанға енген паразит эритроциттер ішінде өсіп, өнетте көбейіп, нәтижесінде қан түйіршіктерінің ыдырауына әкеліп соғады. Нәтижесінде организмде зат алмасу бұзылады, жануарлардың бойында олар иммунитеті стерилді емес түрде қалыптасып, ауырып сауыққан ірі қара қанында 14 жылға дейін, қойдың қанында 4,5 жылға дейін анаплазмоздар сақталып қалады да ауруды тасымалдаушы болып табылады. Аурудың негізгі белгілеріне келетін болсақ, мына суретте қарап отырсаңыздар, жалпы қан паразитарлық аурулардың басым бөлігінде анемия ауруына ұшырату, одан кейін кілегейлі қабықтарының сарғаюы деген секілді белгілер басым болады.
Аурудың жасырын кезеңі 3-6 апта аралығында өтеді де кейде ұзақ уақытқа дейін созылып 3 айға дейін баруы мүмкін. Ауру малдың дене температурасы қалыпты жағдайдан көтеріледі, яғни 38-де 5, 39-да 5 қалыпты болатын болса, ірі қара үшін ол осы анаплазмозға шалдыққан кезде 40-41 градусқа дейін көтеріліп кетеді екен, яғни 1-1,5 градус айырмашылық береді. Аурудың ең негізгі белгісі анемияның болуы, айттық қой, эритроцитті мекен етуіне байланысты, яғни қанның қызыл түйіршіктерін зақымдау салдарынан анемия тудырады. Кілегейлі қабықтары алғашқыда көздің, танаудың немесе ауыздың кілегейлі қабықтары сарғыштанып, кейіннен анемияның салдарынан бозарып, тіпті жағы фарфор тәрізденіп ағарып ақ түске боялып кетеді. Бездері шошынады, малдың жалпы мойнында немесе әукесінде ісіктер пайда болады. Жүректің қызметі күшейе бастайды, яғни тыныс алуы қалыпты жағдайда, дегенмен де жүрек қызметі қатты, пульсі жоғарылай бастайды. Ішек қарынның қызметі тоқталады, яғни атония белгілері, ішек қарында жиырылу, бәсеңдей бастайды. Қандағы эритроциттердің саны қалыпты жағдайдан 1 миллионға дейін азайып кетеді, гемоглобин мөлшері 4-5 есеге дейін кемиді. Енді осы ауруды нәтижелі емдемейтін болсақ, жануарларда арасында өлім-жітім байқалатын болса, өлексердегі өзгерістерді тексеру барысында жалпы малдың арықтап кеткенін, немесе кілегейлі қабықтарында, бұлшық еттерінде бозару, кейде сарғылт түске ұласу секілді көріністерді байқаймыз. Жұтқыншағы, мойны ісініп кеткен және де қаны сұйық, қызыл түсті немесе бозғылтанып кету түстерін байқаймыз. Жүректері қанталаған, талағы шұбар түсті, бездері шошынған секілді, яғни патанатомиялық көріністерінде байқалады. Ауруды анықтау үшін біз неге сүйенеміз? Жалпы диагноз қою үшін міндетті түрде эпизиотологиялық деректеріне қараймыз, қаншалықты деңгейде осы ауру басқа аймақта таралған, және де клиникалық белгілері көзге көрінетін, патанатомиялық өзгерістеріне зертханалық зерттеулердің негіздеріне сүйене отырып балау қойылады. Анаплазмозға жалпы ерте диагноз қою үшін біз міндетті түрде серологиялық реакциялар жүргізе отырып, қанның ішіндегі эритроцитте мекен еткен анаплазмаларды табу арқылы балау қоя аламыз. Анаплазмозға ақырғы диагноз қою үшін біз арнайы Романовский гимназия бойынша боялған қанның жағындыларын немесе лимфа түйіндерінің, көк бауырдың пунктанттарын зерттеу арқылы қоюға болады екен. Диагнозды нақты анықтағаннан кейін біз ем шараларына жүгінеміз. Емдеу үшін біз ірі қараға терамицин 10-15 мг килограмм салмаққа есептейміз, яғни оны физиологиялық ерітіндіде жасаған 8% ерітіндіні бұлшық етке немесе 40% глюкозаның ерітіндісіне қанға егу арқылы емдеуімізге болады. Бұл дәріні яғни 3 рет әр 8 немесе 12 сағаттан кейін қолдануымызға болады. Ал қойлар үшін терамицин немесе тетрациклиннің 5-10 мг килограмм мөлшеріндегі 1% новокаинді ертіп, немесе 8-10% бөлігін етке енгізу арқылы емдеу жүргізе аламыз. Жалпы емнің курсы 4-5 күнді құрауы қажет болып табылады. Бүгінгі анаплазмоз тақырыбы бойынша мәліметіміз осы. Кері байланыс жасап, онлайн сабағымызға тапсырмаларды орындап салып қойыңыздар. Сау болыңыздар.